Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай үй жағдайында керемет кекстар дайындайтын боламыз. Бізге керекті заттар: жұмыртқа, қант, сүт, сұйық май, разрыхлитель керек болады. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды қосамыз, қантымызды қосамыз, жақсылап миксерлейтін боламыз. Ағарғанша миксерлейтін боламыз. Мен 1-2 минуттай миксерледім. Сүтімізді қосамыз, сұйық майымызды қосамыз, жақсылап тағда ағарғанша, көпіргенше араластыратын боламыз. Құрғақ ингредиенттеріміз: ұн, разрыхлитель, екеуін қоса отырып жақсылап миксерлейтін боламыз. 1 келікі тесто шыққанша миксерлейміз. Менде осындай сұйық әдемі 1 келікі тесто шықты. Енді мен кекстің формаларын дайындаймын. Пешімді алдын ала қыздырып қойдым. 180 градуста жарты сағат пісіретін боламыз. Міне мен кекстің формаларын дайындап алдым. Енді құйып шығатын. Менде осындай 15-16 штук кекс шықты. Міне менде формаға құйдым. Дайын болды. Енді қызып тұрған пешке 180 градуста жарты сағатқа пісіріп аламын. Міне менде пісті. Өте керемет әдемі болып шықты. Әсемдігі үшін бетіне сахарный пудра шаштым. Міне біздің кекстеріміз дайын. Ас болсын. Маған тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет.